Барлығыңызға сәлем. Біздің Юрта онлайнға қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Бақтияр Байсерік. Бүгін біз бүкіл әлемді қозғайтын өзекті мәселені, яғни жылыжай газдардың булануынан болатын экологиялық апаттардың көбеюін талқылаймыз. Бұл мәселені шешудің бір ықтимал жолы атом энергиясын пайдалану. Бірақ атом энергетикасының артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Және бұл Қазақстан үшін қаншалықты маңызды? Қазақстанда атом электростанцияларын салу мәселесі қоғамда дау тудыруда. Екі жақтың да бұлтартпас дәлелдері бар. Идеяны қолдайтындар энергия көздерін әртараптандыру, жылыжай газдар шығарындыларын азайту және жаңа жұмыс орындарын ашу қажеттігін айтады. Сонымен қатар, олар заманауи технологиялар атом энергетикасы саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететінін атап өтті. Бұл сұраққа толық жауап беру үшін атом электростанциясы ұғымын түсіну қажет. Атом электростанциясы дегеніміз не? Атом электростанцияларына уран бөлінетін электр энергиясына айналатын жылу өндіретін реактор кіреді. Жаңартылмайтын энергия көздері қазбалы отынды жағу арқылы жұмыс істейді. Ал күн және жел энергиясы сияқты жаңартылатын көздер регенерациямен ғана шектелмейді. Енді бір жыл бұрынғы энергетика саласындағы бірнеше маңызды форумдарды қарастырайық. Өткен жылы Коперникус климаттық қызметі 2023 жылды рекордтық ең ыстық жыл деп ресми түрде жариялады. Бұл адамды таңғалдырады. Мұндай құбылысқа не себеп болуы мүмкін? Бұл жерде жылыжай шығарындыларының маңызды рөл атқаратыны анық. Ластанудың көп бөлігі жылу, электр энергиясы және тұтыну тауарларын өндіруден туындайды. Климаттың өзгеруі шарықтау шегіне жақындады және оның салдары қайтымсыз болуы мүмкін. Бақытымызға орай, Біріккен ұлттар ұйымы бұл мәселенің маңыздылығын мойындайды. 2023 жылдың 13 желтоқсанында өткен COP28 соңғы форумында 2050 жылға қарай атом энергетикасының қуатын 3 есе ұлғайту туралы келісім талқыланды. Бұл шешімнің әлемдегі экологиялық жағдайға оң әсер ету мүмкіндігі бар. Экология, экономика және басқа да салалардағы жетекші сарапшылардың пікірінше, ядролық технология таяу болашақта әлемнің жаһандық мәселелерін шешуде маңызды рөл атқарады. Жоғарыда аталған конференцияда ядролық энергетика нөлдік көміртекті болашақтың негізгі элементі болады деген болжам жасады. Оның үстіне дүниежүзілік ядролық қауымдастықтың сарапшылары ядролық энергиясыз көміртегі бейтараптығына қол жеткізу мүмкін емес деген қорытындыға келді. Қазіргі уақытта көптеген елдер атом энергетикасы мәселесін белсенді түрде талқылауда. Халықаралық қызығушылықты Росатом корпорациясының қолдауымен ұйымдастырылған Атом Экспо 24 форумы растайды. Бұл форум 2009 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келеді және жетекші салалық компаниялардың басшылары мен сарапшылары ядролық технологияларды дамыту мәселелерін талқылайтын, әріптестік қарым-қатынастарды нығайтып, тәжірибе алмасатын ірі іскерлік және көрме алаңы болып табылады. Форум форматы көрме мен ауқымды іскерлік бағдарламаны қамтиды. Оның энергияның экологиялық таза көзі ретінде атом энергетикасын дамыту, адами капиталды басқару, атом энергетикасының инфрақұрылымын құру, энергетикалық секторды қаржыландыру және инвестициялау, сондай-ақ энергетикалық емес ядролық технологияларды дамыту және тағы басқа негізгі тақырыптары бар. Адамзат ядролық болашақта өмір сүреді. Форумда айтылған негізгі ой осы болды. Іс-шараның ауқымы сандармен расталады. 75 елден 4500 қатысушы, 200-ден астам компаниялар Сочидегі ғылым және технология университетінде климаттың өзгеруімен күресудің ұлттық стратегияларындағы атом энергетикасының рөлін талқылау үшін жиналды. Іс-шара барысында көптеген келісімдерге қол қойылды. Бұл технологияны әлі пайдаланбайтын елдердің атом энергетикасына кеңінен қызығушылық танытқанын көрсетеді. Атом энергетикасы мәселесіне қызығушылық Қазақстанда да байқалады. Елімізде көптен бері атом электростанцияларын салудың қажеттілігі ғана емес, мүмкіндігі де талқыланып келеді. Қазақстан уран өндіру бойынша дүние жүзінде көшбасшы, осы маңызды ресурс қоры бойынша екінші орында. Бұл әлемдік қордың 17%-ын құрайды. Бұл ретте елдегі электр энергиясының тапшылығы шамамен 1,5 гигаваттқа жетеді. Ал барлық уран кен орындарын шетелдік компаниялар игеруде. Осы орайда сұрақ туындайды. Неге біздің ел бұл ресурсты өз бетінше игере алмайды? Мүмкін бұл салада технология мен практикалық білімнің жоқтығынан шығар. Сондықтан 2025 жылы Қазақстанда АЭС салу мәселесін қарастыру өте маңызды.
Франция президенті Эммануэль Макронның 2023 жылғы қарашадағы сапарын атап өту маңызды. Оның барысында Қазақстандағы алғашқы атом электростанциясының құрылысы талқыланды. Француз тарапы мердігер ретінде Фраматомды ұсынды. Сонымен қатар, француздық Орано компаниясының қазірдің өзінде елімізде кеніші бар және қазақстандық кәсіпорындарға уранды конверсиялау және байыту технологияларын ұсынып отыр. Қазақстанда атом электростанцияларын салу байқауына Оңтүстік Корея мен Қытай компаниялары да қатысуда. Мердігерді таңдау туралы шешім қабылдау үшін Қазақстан үкіметі осы елдердегі атом энергиясын пайдалану тәжірибесін жан-жақты зерттеуі қажет. 2024 жылдың 23 ақпанында Қарағандыда осы мәселе бойынша ауқымды талқылау өтті. Қоғамдық талқылауға жергілікті тәуелсіз экологтар мен халықаралық сарапшылар Қайша Атаханова мен Вадим Ни бастамашы болды. Олар әлеуметтік экологиялық қор қоғамдық қорынан Қазақстандағы атом электростанцияларының құрылысына қатысты облыс тұрғындарының пікірі екіге бөлінді. Біреулер елдегі электр қуатының тапшылығына байланысты атом электростанциясы қажет деп санаса, енді бірі атом электростанциясы алдағы жылдарда мәселені шешпейді, қоршаған ортаға әсер ететіндей апат болса, орны толмас зиян болады деп алаңдаушылық білдірді. Радиациялық қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі де алаңдаушылық туғызуда. Жақтаушылар оларды сақтаудың қауіпсіз жолдары бар екенін айтты. Радиациялық қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі де алаңдаушылық туғызады. Жақтаушылар оларды сақтаудың қауіпсіз жолдары бар екенін айтты. Атом электростанциялары прогресс. Бұл біздің болашағымыз. Бұдан қалыспауымыз керек. Көпшілік біріктірілген жылу және электростанциясын реттей алмаймыз дейді. Бірақ атом электростанциясы салынса, реттеу мен қорғаудың басқа жүйесі болады. Қазақстанда ғылым мен білім дамиды. Тек алға қарау керек, қорқудың қажеті жоқ дейді өзін жасыл партия санайтын Байтақ партиясының мүшесі, Қарағанды қоғамдық кеңесінің мүшесі Марат Пірметов. Азаматтық белсенді Айтқожа Фазылов оған қарсы шықты. Балқашқа атом электростанциясын салу қылмыс. Алғашқы апат Балқаш көлінің су көзі ретінде жоғалып кетуіне әкелуі мүмкін. Электр энергиясы қажет, бірақ атом электростанциялары бұл мәселені жақын арада шеше алмайды. Атом электростанцияларының құрылысы туралы пікірталастарда қауіпсіздік және экологиялық қолайлылық мәселесі әрқашан алаңдатады. Бұл станциялар қоршаған ортаға әсер ете ме және оларды пайдалану қауіпсіз бе? Ұзақ уақыт жұмыс істеп келе жатқан елдердің мысалдары атом электростанцияларының адамға және табиғатқа зиянсыз екенін көрсетеді. Мысалы, Венгрия тәжірибесі. Елдегі энергияның 47% ядролық технология арқылы өндіріледі. Беларусьте АЭС 2006 атом электростанциясының бірінші блогы 2021 жылы, екіншісі 2023 жылы іске қосылды. Бұл фактілер атом энергиясын пайдаланудың тиімділігі мен қауіпсіздігін растайды. Қауіпсіздік туралы айтатын болсақ, Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарушы директоры Жақып Хайрушевтың сөзін атап өткім келеді. 100 жылдан астам қызмет еткен атом электростанциясы 200 литрлік 2 немесе 3 баррель пайдаланылған отын шығарады. ақш энергетика министрлігі атап өткендей, американдық атом электростанцияларынан 60 жыл бойы пайдаланылған барлық ядролық отын 9 метр тереңдіктегі футбол алаңына сиятын еді. Атом электростанцияларының құрылысына қатысты даулар ұзаққа созылады. Бұл мәселені әртүрлі қырынан қарастыру маңызды. Бір жағынан атом электростанциясын салуға қарсыластар оның жаңартылатын энергия көздерімен салыстырғанда жоғары құнын, сондай-ақ экологиялық тәуекелдер мен қауіпті ядролық қалдықтардың пайда болуын көрсетеді. Баламалы қуат көздері көбірек жұмыс орындарын құрып, және әртүрлі шабуыл түрлеріне осал емес. Дегенмен атом энергиясы CO2 шығарындыларын азайту арқылы таза энергияға көшуде маңызды рөл атқара алады. Бұл саладағы технологиялар үнемі дамып, оны қауіпсіз және тиімдірек етеді. Сонымен қатар, Қазақстанда уранның қомақты қоры бар. Ол өзін ядролық отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, ядролық энергия тек жақсы немесе жаман, дұрыс немесе бұрыс деп баға беруге болмайтынын атап өткім келеді. Оның қолжетімді және ең алдымен қауіпсіз болуы маңызды. Росатом жобалары. Росатом Беларусьте атом электростанцияларының құрылысын аяқтады. Түркияда олар Build Own Operate үлгісімен атом электростанцияларын салуда. Түркияның энергетика министрі елдің энергетикалық әлеуетін арттырып, жасыл энергия көздерін, соның ішінде атом энергиясын енгізу қажеттігі жайында айтты. Венгрияның сыртқы экономикалық және сыртқы істер министрі Питер Сиярта былай деп мәлімдеді. Бірінші, күрделілігі энергетикалық пікірталас әлі де идеологияның қатты әсер етуінде.
идеологияның энергетикаға ең болмағанда ядролық отынға, табиғи газға, мұнайға қатысы болмауы керек екенін әркім түсінуі керек. Бұл инфрақұрылымды қажет етеді. Бұл энергетикалық ынтымақтастықтың қағидаттарын айқындайды. Екінші, Еуропада 2030 жылға қарай электр энергиясына сұраныс 50%-ға артады. 100 жылдан кейінде емес, болашақта да емес, тек 2030 жылда бола алады. Біз электр энергиясына деген қажеттілікті қалай арзан, сенімді, қауіпсіз және қоршаған ортаға зиянсыз өтей аламыз. Осы 4 талапқа жауап беретін бір ғана өндіріс әдісі бар. Ол атом энергетикасы. Еуропа мен Ресейдің ынтымақтастығы болмаған жағдайда біз бәсекеге қабілеттілігімізге тағы бір соққы алуымыз мүмкін. Және біз тұрақты даму мен жасыл энергетиканы дамыту бойынша алға қойған мақсаттарымызға да жете алмаймыз. Венгрия және Ресейге қарсы санкцияларға көзқарас. Министр Росатом Венгрияда салынып жатқан жаңа атом электр станциясының құрылысына атсалысатынын айтты. Бірақ тікелей қазу жұмыстарын неміс және американдық компаниялар жүргізеді. Шведтік, австриялық және швейцарлық қосалқы мердігерлер де бар. Басқа елдердегі АЭС-ке қарау. Қазіргі уақытта әлем бойынша 60-қа жуық жаңа атом электр станциясы белсенді түрде салынуда. Тағы 110-ын салу жоспарлануда. Ресейде атом энергетикасына қолдау көрсету 75%-дан асады. Әсіресе атомдық қондырғылар орналасқан қалаларда жоғары. Венгрия мен Словенияда ашықтық пен қауіпсіздік ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ететін атом электр станцияларына оң көзқарас танытуда. Еуроодақтың сыртында да жағдай қызық. Бұрынғы Югославия аумағында Кршко атом электр станциясы 1983 жылдан бері жұмысын жалғастырып, оның жұмысын тағы 20 жылға ұзартуға рұқсат алды. Словенияда Хорватияның қатысуымен жаңа блоктың құрылысы бойынша референдум өтеді деп күтілуде. Орталық Азиядағы атом электр станциялары Өзбекстанда Росатомның жұмысы да адамдарды оқытудан басталды. Ташкентте МИФИ ұлттық зерттеу ядролық университетінің филиалы ашылды. Мысалы, атом электр станциясының салқындату мұнаралары сияқты дәстүрлі бөлігі бар. Онда бу конденсацияланады және бұл атом электр станциясында электр энергиясын өндіру үшін қажет. Өзбекстанда су мәселесі бар болғандықтан шешім табылды. Дәстүрлі градерниялар Венгрияда бұрыннан қолданылып жүрген құрғақ мұнараларға ауыстырылады. Бұл Өзбекстандағы жағдайды алдағы 100 жылда энергетикалық егемендік алу тұрғысынан түбегейлі өзгертетін шешім. Атом Экспо көрмесі барысында Қырғызстан энергетика министрінің орынбасары Таалайбек Байғазиев министрлік Росатомның еншілес кәсіпорны Нововент компаниясымен қуаттылығы төмен атом электр станциясын салу туралы келісім жасасуға ұмтылып жатқанын және ел толықтай жасыл электр энергиясына көшуге ниетті екенін айтты. Росатомның Қырғызстанда қуаты аз атом электр станциясын салу жоспары 2023 жылдың жазында белгілі болды. Сондай-ақ, Қырғызстан мен Ресей бірлесіп Чалдавар жылу электр станциясын салады. Бізге атом электр станциясы керек пе, жоқ па пікірге ойыңызбен бөлісіңіз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бұл бейнеге лүпіл басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Біздің Юрта онлайнда кездескенше.